Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін үй жағдайында осындай хрустящий әрі дәмді болып шығатын чикеннің ерекше рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа балапанның аяқтары мен қанатының шынтақ бөлігін жақсылап жуып алдым. Енді үстіне тұз, қызыл бұрыш, кориандр және сарымсақ саламыз. Осылай араластырып, үстіне соевой соус құямыз. Толық рецебті мөлшері описанияда. Салқын су құйып, жақсылап маринадталу үшін 2-3 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Осылай барлығы суға батып тұру қажет. Холодильниктен шығарып барлығын сүзіп алдым. Жұмыртқаның шанышқан көмегімен осылай араластырып аламыз. Дайын қытырлақ картопымызды қолмен үгітеміз. Ұнға, жұмыртқаға, қытырлақ картопқа аунатып аламыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Барлығы дайын, енді майға қуырамын. Майымыз қызғаннан кейін жай отта 10 минуттай пісіреміз. Себебі ортасы жақсылап пісу керек. Осылай қызартып аламыз. Мінекей осындай өте дәмді әрі қытырлақ болып шықты. Міндетті түрде үй жағдайында дайындап көріңіздер. Видеом ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.